Ом заңы электр тоғының негізгі заңдарының бірі. Тоқ күші, кернеу және кедергі арасындағы байланыстарды зерттеу үшін неміс физигі Георг Ом көптеген тәжірибелердің нәтижесінде 1827 жылы тізбектің бөлігіндегі тоқ күші осы тізбектің ұштарындағы кернеу тура пропорционал, тізбектің кедергісіне кері пропорционал болатындығын атап көрсетті. I тоқ күші, O кернеу, R кедергі болып белгіленеді. Бұл формулада көріп отырғаныңыздар I тең O бөлінген R болып табылады. Формуланы тез жаттап алу үшін дәл осындай үшбұрышты треугольникті пайдалануға болады. Өзімізге керекті элементті қолмен жапсақ, белгілі формуланы аламыз. Қарап отырғаныңыздар I-ды табу үшін O бөлінген R болып көрсетілген. Дәл солай кернеуді табу үшін I менен R-ді көбейтіндісін алуға болады. Кедергіні тапқанда кернеу менен тоқтың бөліндісін аламыз. Бұл негізінде мектептің программасы, бірақ та әрбір электрик осы қарапайым Ом заңын білу керек деп ойлаймын. Видео ұнаған болатын болса, лайк басыңыздар, тіркеліп кетіңіздер.